ызғар бабалардан бізге қалған сырға толы сан із бар. Өтсе дағы керуен ғасыр ел аузында сақталған сыр бойында өшпей тұғын мынадай бір аңыз бар. Ел аузында сақталады мұндай ғажап болғаныз, естігенде көкейіңде қалай болмас толғаныз. Дарияға жақын маңда өткен ерте заманда сыр бойында мекендепті бір ай барлау жуан мойын жолбарыс. Қос көшегі болған екен, көз ашпаған жас әлі, жұрт көзінен паналапты қалың қамыс тасаны. Сол қос күшік қаз басып көтерген соң бауырын ертіп алып суға қарай асады. Суға келіп бас қояды, алдыменен анасы тәтті судан жұтып жатты, қасында екі баласы. Бір кездері көтеріліп су астынан ән жайын, апыр топыр болды лезде дарияның жағасы. Қос күшігін бірдей жұтып құйрығымен қақты да, сөйтіп сүңгіп кете барды, су астына батты да. Жолбарысты іле шала қойып кетті артынан, сәлден кейін демі жетпей атып шықты жаға бұл. Жолбарыстың өтіп жатты қайғыменен сан күні, мазалайды жанды қоймай жолбарыстың таң мұңға. Қайғы қасірет ішін өртеп кек алмақшы болды да, жатып судың жағасында нән жайынды аңдыды. Үшінші күн өтіп тағы күн сәулесі өрілді, әлі жатыр аш жолбарыс ызаланып өкірді. Бір кездері алайланып дарияның жиегі, су астынан нән жайының қырарқасы көрінді. Жолбарыста ыңғайланып күшін жинап сақ тұрды, жыртқыш қой ол өз басынан өткізген көп таққырды. Аршы түсімнен жайынның арқасына ұзын сап, жұлып алып су ішінен жағалауға лақтырды. Су маңында сұлап түзіп жатыр өмір тұншығып, Сырдария кетті ол да көзін салып күрсініп. Осы екен ғой ұрпақ үшін тайталасқан тағдырым, осы екен ғой құрып қалғыр тез бітетін тіршілік. Айналаға аян бастан төккен шақта таң нұрын, нән жайынды басып жатып соңғы демін тұндырда. Өзі өлді өйткені ол лақтырғанда жайында, ауыр салмақ жолбарыстың омыртқасын сындырды.